Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте керемет, пайдалы, иммунитетті көтеретін және де гемоглобинді жоғарылататын витамин И салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қажетті заттар: мейіз, жаңғақ, қызылша және де алма. Алмамыздың сыртын тазартып, ең алдымен қабығын ашып аламыз. Содан соң дәл осылай видеодағыдай 4 бұрышты кубик етіп турап алатын боламыз. Өте витаминге бай жемістердің бірі, әсіресе құрамында өте көп темір бар. Ол гемоглобинді көбейтеді. Сондықтан алманы жиі жеп тұрыңыздар. Барлығын 4 бұрышты етіп кубиктеп турап болғаннан соң таза құрғақ ыдысымызға салатын боламыз. Келесі кезекте қызылшамызды дәл солай 4 бұрышты етіп кубиктап турайтын боламыз. Қызылшаның адам организміне пайдасы мол. Ересек адам күніне бір қызылшаны пайдалану қажет, немесе таңертең аш қарынға қызылшаның шырын ішкен өте пайдалы. Ол иммунитетті көтереді және де гемоглобинді көбейтетін зат болып табылады. Дәл осылай кубиктеп турап болғаннан соң, оны да жаңағы алма салған ыдысымызға салап араластыратын боламыз. Келесі кезекте жаңғақты дәл осылай видеодағыдай ұсақтап турап алдым. Сіздер де дәл солай турасаңыздар болады. Өз қалауларыңызша ірі етіп немесе өте майда етіп турасаңыздар да болады. Грек жаңғағының да пайдасы көп. Грек жаңғағында өте көп мөлшерде йод бар. Йод біздің организмімізге ең қажетті витаминдердің бірі болып табылады. Және де осының барлығын ыдысымызға салып болғаннан соң, мейізімізді міндетті түрде ыстық суға жуып алуымыз қажет. Өйткені сыртындағы егер кірлері болса, барлығы тазару қажет. Дәл осылай менде кішкене үлкенірек мейіз болғандықтан ортасынан бөліп шықтым. Егер сіздерде кішкене ғана мейіз болса, оны бөлмей-ақ сол күйінше жуып тазалап сала берсеңіздер болады. Барлығын турап болғаннан соң жаңағы ыдысымызға салатын боламыз. Мен бұл салатқа зәйтүн майын қолдансаңыздар да болады. Мен бұл салатқа кунжут майын қолдандым. Майонез немесе йогурт қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және де біздің салатымыз дайын болды. Бұл өте керемет салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ұнайды деген ойдамын. Витаминге бай, ең керемет салаттардың бірі болып табылады. Мерекелік дастарханға да немесе күнделікті отбасыңызға да дәл осы салатты жасап беріңіздер. Пайдасы өте көп. Менің видеомның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.